Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Сіздермен жедел жәрдем қызметкері Ташен Мұхаммед-Али YouTube каналымызда келесі сұхбат, яғни келесі видео, яғни иглотерапевт сынықшы Жанна Арифжановнамен сұхбат жүргізгелі отырмыз. Яғни буын аурулары несімен қауіпті, не себепті болады? Осы тақырыптар жөнінде айтатын боламыз. Қайырлы күн, Жанна Арифжановна. Яғни осы соңғы уақытта көпшілікті алаңдатып отқан буын аурулары. Яғни буын аурулары не себепті болады? Несімен қауіпті? Осы туралы айта өтсеңіз. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Біздің альтернативный медицина дейміз. Народный медицина біздің алып жүрген бағытымыз. Жаңағы айта кететін жай, бұл буын ауруларының себебі буынның қабынуы болады. Болмаса түрлі вирустардан болған жағдайда, екінші жасы келген үлкен кісілерде, мысалы кальцийдің ағзаға жетіспеуіне, ондан кейін күнделікті өмір салтын, мысалы тамақты дұрыс ішпеу, болмаса спортпен айналыспау деген сияқты дәрумендер жетіспеуіне болатын көбіне. Енді бұны қалай анықтаймыз дегенге сұраққа айтатын болсақ, бұны мысалы травматолог мамандар болсын, мейлі альтернативный медицина, буын ауруын емдеп жүрген кісілер көбіне біліп жатады. Мынау халыққа ең келеді, бұны қалай анықтау. Бұны рентген снимоктан кейін мысалы арнайы дәрігерлерге барып көрініп тұру керек бір жылда бір рет. Осы Жанна ханым, енді жалпы адамдардың көпшілігінің қателігі ғой, жаңағыдай ауырса да, сырқаса да ұзақ уақыт жүре береді. Енді дәл осы буын аурулары несімен қауіпті, емделмей уақыт өткізіп алған салдары неге ұрындырады, неге алып келеді? Осы туралы айтып өтсеңіз. Бізде мынау қазақи өзіміздің менталитетіміз, психологиямызға өте сіңіп алған бір дүние. Бізде сүйек ауруларына мән бермей жүре беруі ұзақ уақыт. Оның салдары ең адамды мүгедектікке дейін алып келеді. Мысалы буын аурулары, артрит, артроз, ревматологиялық аурулар бар, содан кейін тұқым қуалайтын бұлардың ішіндегі сипаттар болуы мүмкін. Одан кейін мысалы буын ауруларда біздің қазіргі медицинада көбіне дәрігерлерге кеш қарану, өзінің денсаулығын күтпеудің салдарынан болады. Әсіресе жасы келген кісілерде бұл буын аурулары 90%-ға десек кем айтпаймыз. Енді бұның салдарына келетін болса, бұның буынның қабынуы, остеопороз ауруы, шеміршектің кеміріліп сынуы. Міне осыларға алып келген кезде бұл операциялық жолға да келіп қалуы мүмкін. Мысалы первый стадия дейміз, екінші стадияға өтіп кетуі мүмкін. Сөйтіп кеш диагнозды біліп жатқанда. Енді вирус түседі, қазір вирустың өте жасарған шағы дейміз. Екіншіден үлкен кісілер әсіресе буын аурулары келгенде кеш өзінің денсаулығын күтпеуден болады. Бұл енді қалай айтсақ та, ең соңғысы бұл буын ауруларды мән бермей жүре берген жағдайда созылмалы ауруларға мысалы алып келеді. Соңғы нәтижесі бұл мүгедектікке алып келеді. Екіншіден буынның жүрмей қалуы дейміз. Екінші күрделі операциялық жолға да баруы мүмкін. Яғни бұл жерде нәтижесінде ауру асқынып, тіпті емдеуге де мүмкіншіліктер келмейді. Келмейді. Сондай жағдайға дейін алып келеді. Жанна ханым, әрбір істің әрбір нәтижесі болады ғой, тарихы болады. Мәселен, өзіміздің жалпы медицинасында өзінің іргетас қаланған негізі болады. Ал халық медицинасында іргетас қаланып, қаншама жылдан бері адамдар емделіп, белгілі бір тарихы болады. Солай емес пе? Ал енді халық медицинасы осы буын ауруларын емдеуде қандай тәсілдер қолданады, қалай емдейді? Осы туралы айтып өтсеңіз. Мен енді қысқаша айтып кетейін. Бізде емшілер де көп, сынықшылар да көп, буын ауруларын емдейтін альтернативный медицина, иглотерапия дейміз,
әсіресе қазір Қытай медицинасы біздің елімізде өте дамуда. Әркімнің тәжірибесі әрқалай емдеу түрі де әртүрлі болады. Мысалы қазақи емге жатады, мысалы кастопрафтар дейміз, иглотерапевттер, буын ауруына мысалы қазақи үйде үй жағдайында емдейтін. Ал менің тәжірибемде мен шөл дәрілермен емдеймін. Қытайдың дәрі-дәрмектерін қосамыз. Екінші, үшінші буындарды орнына салу. Қисайған буындардан қабынуын алып келмеу жағдайда алдымен сүйектің құрылымын дұрыс тексеріп алып, диагнозды дәл анықтау керек. Одан кейін шөл дәрілер. Екінші, мендегі ең көп түрде қолданатын бұл иглотерапия. Тағы бір қосатын емді бұл ультра қызыл сәулесімен емдеймін буынның қабынуы кезінде. Міне осы буын ауруларында өте нәтижесі жоғары деп білемін. Әрине, бұл жерде баста айтылатын бірінші ауруды анықтап алу ғой. Диагнозы, содан кейін барып тактика қолданасыз сол ауруға байланысты. Әрине, ол өте түсінікті. Негізі қазақта мынандай сөз бар ғой, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген. Енді осы буын ауруларын алдын алудың жолдары, қандай жолдары бар? Не жасау керек ол үшін? Өте дұрыс. Буын ауруларын алдын алу үшін ең бірінші сүйектің буындарға ең көп кездесетін түрі бұл суық тию. Буындарды жылы ұстау. Екіншіден керекті дәрумендерді қолданып жүру, кальцийді пайдалану. Үшінші, өзіміздің қазақи ұлттық тағамдарымыз бар, қымыз, шұбат, таза өнімдерді пайдалану. Екінші, буын аурулардың ең алдын алуы бұл жаттығу, спорт, денемізді шынықтыру, күнге күйу деген сияқты осы көп біздің күнделікті алып жүрген, айналысып жүрген күнделікті күн тәртібімізге енгізуіміз керек. Сол кезде біздің буындарымыз ауырмайды. Екіншіден, мысалы жарақат алып қалған жағдайда бұл жас келе бізде қазақта қалқында емделіп жүре бере келе көбіне уақытты өткізіп алып жатады. Міне сол жас кезіндегі пайда болған аурулар үлкейе келе жасарып, бұның жасы келген уже бір қартайған шақта шығуы мүмкін. Осыған ең абзалы денсаулықты күтіп, өзінің тамақтану үрдісін, витаминдерді қабылдап, буындарды ауыртпай шыңдалу керек. Бүгінгі сұхбатыңыз үшін көп рахмет сізге. Сізге басты тілейтініміз, сізден келіп ем алып, жазылып кететін науқастар саны күннен күнге арта берсін, көбейе берсін деп тілейміз. Ал бүгінгі сұхбатымызды түйіндей өтсек, заманауи медицина секілді халық медицинасы да уақыт өткен сайын қарқынды даму үстінде. Сол үшін де сізді буын аурулар мазаласа, міндетті түрде өзінің білікті мамандарына барып ауруларыңызға ем тапқандарыңыз, шипасын алғандарыңыз өте жөн болады. Сол үшін де халық медицинасына жүгініп, ауруларыңыздан айығуларыңызға тілектеспін. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде жақындарыңызға жіберіңіздер.